Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 54-ші бөлім сүлік. Сүліктің басты ем болатын аурулары мен қолданылуы. Қан ұйып, етеккір келмеуге, құрсақты қысып қатты өспе білінгенде, қуырылған сүліктен 3 грамм, басын алып тастаған сонадан 3 грамм, балдырғаннан 10 грамм, піскен дихуаңнан 10 грамм, ақ шұғынық 6 грамм, иісті тамырдан 4,5 грамм суға қайнатып ішеді. Екінші рецепт. Сүліктен 3 грамм, аю балдырғаннан 10 грамм, шабдалы дәнінен 10 грамм, үшқырлы өлең 10 грамм, гүлбуын 10 грамм суға қайнатып ішеді. Немесе қуырылған сүліктен 5 фынды талқандап қайнаған сумен ішеді. Жығылып жарақаттануға, қан ұйып ісуге, сүлік, тазаланған сор, рауағаштардың әрқайсысынан тең мөлшерде талқандап, ащы су қосып жараланған жерге тартады, немесе кептірілген сүліктен 50 граммды талқандап, дәрілік сары арақпен ішеді. Сыртқы жарақаттан қан аққанда, соқпа тамырдан қан ағуға, кептірілген сүлік пен кептірілген жел қынаның әрқайсысынан тең мөлшерде талқандап, қан шыққан орынға сеуіп, таңып қояды. Қолдану мөлшері 3-6 грамм. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.